Саламатсыздар ма? Менен сұраған еді, бейнеме программасы бойынша қалай слайд жасаймыз деп. Ол үшін мынаны Play Market'тен скачать етіп аласыздар. Осыны басамыз. Мінекей мен алдында жасаған бейне ролигім осы болған. Осы реклама бойынша. Енді осыны біз қалай жасаймыз осы программада. Ол үшін жасылды басамыз. Мына жерге жазамыз, қандай жаңағы слайд жасаймыз. Мысалы, қазір мен онлайн диаграмма жасау жолын видеосын жасаймын. Онлайн жасау дей салайыншы. Мінекей слайдтың аты. Енді маған осындай аппақ тақта шығады. Мына жерде наклейка, текст жазуға болады. BG деп отырған мына жерде мысалы тақтаны, ақ тақтаны мынандай басқа түске ауыстыруға да болады. Ондай бізге қажет емес. Мына жерде артқы фонын ауыстыруға болады. Мынау неменен. Select image деп тұр ғой. Артқы фонды басқа өзіңіз ұнатқан фонды қоюыңызға болады осы жерде. Мына рука деп отқан, мына ручкалар таңдаймыз. Сіз текст бересіз ғой, сол кезде мына ручка былай жүгіріп тұрады. Енді мен бұл жерден бірінші мына ручка жазу үшін бір ручканы таңдайын. Мінекей осы жолаққа біз текст жазамыз. Ол үшін жаңағы онлайн диаграмма жасау жолдары деп, диаграмма жасау жолдары деп басамын. Мінекей осы тақырыпты алдын жоғары көтеріп қояйын. Енді мен қазір бұны тексерем. Ручка жазып тұр ма? Мына жоғары жаққа көрдіңіздер ма? Осы плейді басам. Диаграмма жасау жолдары шығып тұр. Енді қараңыз. Кейде мынау жылдам жүріп кетеді. Кейбір адам сөйлем ұзақ болғасын, уақыты тез жүріп кетеді. Сондықтан бұны мына жермен регулировка жасау керек енді. Бұлай кішкене ұзақ тұратындай қылып. Осылай жасап болдық. Енді мен бұл жерге арнайдағы суреттер қойғым келеді ортасына. Ол үшін мен мына наклейканы басамын. Наклейканы бассам, мен жаңа алдында мен жүктеп қойған суреттерім бар тұғын. Мінекей мына сурет бізге келді ғой, үлкен болып тұр көлемі. Ол үшін мен мына размерін былай қысқартуыма болады. Бұл диаграмманың түрі пирог деп аталады. Тағы мына жерге сурет әкелген келіп тұр. Ол үшін мына сурет әкеліп қоямын. Мына суреттен мен қазір размерін кішірейтін жаңа былай қойсам. Одан тағы бір диаграмманың суретін әкелейін. Алдын ала өзіңіз жоспарлап алған. Барлық нөмірлерді осы жерге қоямыз. Тағы размерін былай. Енді өзіңіз ыңғайлап, әдемілеп, шағындап жасайсыз. Осыны жасап, енді плейді қосып көремін. Фондағы суреттер естіліп. Түсіп жатсың ба? Мінекей мына жоғарыдағы жазудың түсін өзгертуге болады. Мысалға, көлемін үлкейтетін болсаңыз, мына жердегі настройкалар арқылы өзгертіп аласыз өзіңізге қажетінше. Бұл жерде енді музыка қосуға болады, егер қажет десеңіз. Мына жерде өзіңіз даусыңызды жазуыңызға да болады. Мысалға, онлайн диаграмма жасау жолдары деп оқуға болады. Жаңағы қол жүріп тұрады, және сіздің даусыңыз шығып тұрады. Енді бұл қажет емес. Қазір мен мына жерде музыка қойғым келеді. Ол үшін мен өзімнің мына жердегі музыкаларымды көрейін. Жақсы шығады. Мысалы, мына музыканы алайын мен. Енді көрейік бәрін. Мінекей осылай жасайсыз. Енді сіз бірінші беті біткеннен кейін екінші бетті қосу үшін мына қосуды басасыз. Сізге екінші бет шығады. Бұл жерге де өзіңіз мына текст бойынша сөздер жазасыз, ручканы таңдайсыз. Әрі қарай осылай жалғастырып кетуге болады.